Адамды депрессияға түсіретін ең үлкен не нәрсе екенін білесіз бе? Бұл нәрсе салыстыру. Ібіліс адам атамен өзін салыстырып шайтан болды. Жәннаттан мәңгі қуылып, Алланың қаһарына ұшырады. Адам атаның баласы Абыл бауырымен өзін салыстырып, жауыз болды, оны өлтірді. Адамды бұзатын нәрсе жоқшылық емес, адамды бұзатын нәрсе бұл салыстыру. Біз неге қыдырмаймыз? Біз неге жүрмейміз? Біз неге жемейміз? Біз неге бармаймыз? Деп басқа біреулердің өмірімен өздерін салыстыра адам үлкен депрессияға түсіп кетеді. Адам шүкіршіл, қанағатшыл болған сайын оның жүрегі тынышталып, нағыз бақытты жандарға айналады. Адам баласы қашан өзін біреумен салыстырса, сол кезде оның жүрегінің тыныштығы кетіп, күйзеліске түсіп бастайды. Салыстыруды тоқтат, жүрегің тыныштық тапсын. Өзге біреулермен салыстыру өз өміріңді құрту деген сөз. Сол себептен әркім өзіне берілген тағдырына разы болса, қанағатшыл болса, нағыз бақытты бай адам сол болады ағайын.